сіздер нақты қай елге шығарайын деп отырсыздар? Европа одағына қарастырып жатырмыз қазір келісімдерді жүргізіп жатырмыз. Нет, на самом деле есть, вы можете посмотреть информационные новости. Есть производства, которые сейчас ведут переговоры с европейскими странами. Нақты жауап берсеңіз, нақты қай елге? Ну, не Лихтенштейн, зачем же мне? Ну куда вы? Ну, скажите, мы же спрашиваем конкретно. Хорошо, мы когда решим эти вопросы, договоримся, мы тогда это обнародуем. То есть сейчас на этапе переговоров мы не можем это объявлять, потому что есть конкурентное преимущество, правильно? Есть конкуренция. Есть другие страны, которые заинтересованы точно так же в экспорте, и которые могут перебить нам этот экспорт. И сейчас обнародовать и говорить те вопросы, которые сейчас только обсуждаются, я думаю, это преждевременно. Спасибо. Тағы қай елдермен келісім жасап? Енді келісіп отырмыз. Тек Европа, Европа емес, енді әрбір елмен сөйлесіп жатырмыз. Бір екі елді атаңызшы. Айта алмаймын, мен жаңа айттым. жарайды, біз Европаға, Қазақстанна құрастырылған көліктер Европаға шығарылады деп айта аламыз ба? Не деп айтамыз біз? Енді көруге болады, біз шыққан кезде, сол кезде айта аламыз. Ал қазір кіммен келісіп жүріп жатыр нақты? Енді сөйлесіп жатырмыз ғой. Кіммен? Әрбір елмен. Биылғы жылы келісімшарт жүзеге асады деп ойлайсыз ба? Түсінбедім. Биылғы жылы, яғни 2026 жылы келісімшарттың нәтижесін көре аламыз ба? Соған тырысамыз. Енді биыл көрейік.